Нұрсұлтан Еуразия орталығы атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Астана Бәйтерек монументі Нұр-Сұлтан қаласының негізгі көрікті жерлерінің бірі және қаланың басты нышаны болып табылады. Қазақ тілінен аударғанда Бәйтерек теректі білдіреді. Осылайша, Бәйтерек өзінің тарихи тамырларын сақтап қалған, болашақтағы өркендеуге ұмтылатын және бүкіл әлем қоғамдастығына тәуелсіз Қазақстанның нышаны болып табылады. Бейбітшілік және келісім сарайы Қазақстандағы достық, бірлік пен бейбітшілік нышаны болып табылады. Жобаның авторы белгілі британдық сәулетші Норман Фостер. Пирамиданың жоғары жағында суретші Брайан Кларктың шынайы өнер туындысы қазақ жерінде тұратын ұлт өкілдерін бейнелейтін 130 кептер бейнесі бар витражды терезе безендіреді. Опера залындағы сахнаға арналған сарайдың ашылу рәсімінде әлемдік опера жұлдызы Монсеррат Кабелле болды. Сарайда 1302 орынға арналған атриум, бесік залы, көрме залдары, құланшы галереясы, баспасөз орталығы, Нұр-Сұлтан қаласының этникалық мәдени орталықтары, сондай-ақ мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталықтары және Түркі әлемі академиясы орналасқан. Президенттік парк бейбітшілік және келісім сарайының айналасында орналасқан және Қазақстандағы ең үлкен саябақ болып табылады. Өз аумағында жасанды ағындар, фонтандар мен гүлзарлар бар. Саябаққа биіктіктен қарасаңыз, онда сіз оның сызбаларының ұқсастығын тәуелсіздік символы және Қазақстанның жаңғыру символы самұрық құстың бейнесі арқылы атап өтуге болады. Астана ғасыр қаласы, болмасау сөздің таласы, нұр аға салған қала деп үн қатар қазақ баласы.